Барлығына сәлем. Мен сіздерге бүгін кез келген Segaның ойынын планшетте немесе смартфонда ойнауға болатындығын қазір сіздерге көрсетемін. Сеганы бәріміз білеміз ғой, иә? Кішкентай кезімізде бәрімізге арман болған ойындар, әсіресе өте қызықты ойындар Сегада болатын. Қазір соны кез келген планшетімізде ойнауға болады, яғни эмулятор арқылы. Мен сіздерге қазір осы 3 программаның мысал ретінде қалай орнатып, қалай настроить етуін көрсетемін. Ойындар көп, әсіресе мынау Google'дың поисковикіне салсаңыздар, ROM ретінде шығады, файл ретінде. Соны мынау 3 файл негізінде сіздерге көрсетіп беремін. Ал кеттік. Келесі, қазір мен смартфонға көшемін. Смартфоннан көрсетемін. Міне смартфонға келдік, яғни қазір сіз бағана 3 файлды, эксперименталды 3 файлды қазір біз смартфонға орнатамыз. Смартфонның түбіріне тастап, яғни коренный папкасына кіріп, міне файл менеджерге кіреміз. Файл менеджерге кірген кезде внутренний памятьті басамыз, яғни біздің міне үшінші қатарда MK деген папкамыз тұр. Оның ішінде бізде 3 файл тұр, яғни 2 ROM, 1 бағана APK файл. APK файлды орнатамыз. Орнаттық, ашамыз, продолжить. Және ашқаннан кейін біз файлды қайтадан жаба саламыз. Себебі бұл приложениенің өзінің несі сондай. Міне, тағы да ашамыз, тағы да жабамыз. Бір рет немесе 2 рет қайталағаныңыз дұрыс. Жақсы жұмыс жасау үшін. Енді біз келесі settingsке кіреміз. Settingsке кірген кезде бізде мынау input деген бөлімшеге кіреміз. Input деген бөлімшеге келген кезде ыңғайластырып алайын. Input деген бөлімшеге келген кезде біз қазір configure touch inputты басамыз. Яғни басқан кезде бізге джойстикті көрсетеді. Яғни біз джойстикті өзімізге ыңғайластырып алуымыз керек. Әркім солақай, олақай, әркім өзіне ыңғайластырып, мына жаққа қойса да болады, мына жаққа қойса да болады. Яғни, міне қазір мен жылжытып жатырмын. Ұзақ үстін бассаңыз, кез келген жерге жылжыта аласыз. Яғни, қазір бұл жерде біз дұрыс емес нәрсені байқап тұрмыз. Не байқадыңыздар? Видеоны тоқтатып, комментарийға жазсаңыздар болады. Так, кеттік. Не байқадыңыздар? Байқасаңыздар, мына жерде экран симай тұр. Көріп тұрсыздар ма? Сегада бізде 6 джойстик кнопка болу керек. Бізде 4 кнопка бар, 2 кнопка мынау қара экранның арт жағында тығылып тұр. Оны біз ала алмаймыз ешқалай. Сол үшін біз не істейміз? Мынау бізге өте ыңғайсыз. Сол үшін біз қайтадан жауып, біз настройкаға кіреміз. Настройканың ішіне дисплейға кіреміз. Дисплейдің ішіне масштаб приложение деген нәрсе бар. Масштаб приложениені бассақ, тізімдердің арасында ген плюс дроидымыз тұр. Нет обычный деп тұр. Соны біз во весь экранды басамыз, применить етіп көреміз. Енді біз қазір қайтадан көрейік, не болды екен. Қайтадан сеттингсті басамыз. Қайтадан configure touch inputқа барамыз. Вуаля, міне 6 кнопкамыз тұр. Енді тамаша болды. Енді бізге толық экранмен ойнаған өте ыңғайлы. Яғни қазір біз кнопкаларымызды өзімізге ыңғайластырып қойып алайық. Міне кнопкаларымды ыңғайластырып өзіме қойып алдым. Старт деген кнопканы шетке қойып қояйын. Кнопкаларды ыңғайластырып қойдым. Егер сіз үлкейтем десеңіз, үстінен ұзақ бассаңыз, кез келген масштабта үлкейтсеңіз болады. Міне. Үлкен қылсаңыз болады, ұзақ бассаңыз жасыл кнопка болады. Міне. Ұзақ басасыз и жылжытасыз. Міне, орнына қойдым, және мен артқа шығамын. Артқа шыққаннан кейін біз қайтадан бұны жауып файлға кіреміз. Файлдың ішінде біз мына 2 папканы, MK деген папканың ішінен бағана 2 файлды көшіріп аламыз. Копировать в внутренняя память, ген плюс дроид, ROM деген папканың ішіне копировать сюда деп қоямыз. Болды. Ген плюс дроид папканың ішіне салғаннан кейін біз ген плюс дроидқа қайтадан кіреміз. Қайтадан кіріп бізде енді load ROM-ды басамыз. Load ROM-ды бассақ, міне ойынымыз шықты.
Қазір біз тағы да бір дұрыс емес нәрсені байқадық. Не байқадыңыздар? Тағы да паузаға қойып, комментарийға жазып жіберсеңіздер болады. Мен күте тұрамын. Мысалы, менің қазір смартфоным үлкен, бірақ мына жақта қарап тұрсаңыз, экран кішкентай. Ыңғайсыз, тағы да қара экран. Бұл не сұмдық? Сол үшін біз не істейміз? Біз қайтадан бұл программаны жабамыз. Қайтадан бұл программаны жауып, қайтадан ашамын. Gen+Droid. Енді біз қазір қайтадан кіреміз да. Бұл жерде мына graphics деген ішінен main aspect ratio дегенде галочканы алып тастауымыз керек. Алып тастадық. Артқа шығамыз. Load ROM. Қайтадан бірінші ойында қосайық. Вуаля! Енді біз толық экранда ойнаймыз. Так, қосылып жатыр. Ойынымыз басталды. Естеріңізде болса, Mortal Kombat'та бір код бар еді. А, С төбеге, Б төбеге, Б астына. Настройкада ойды өзгертсеңіздер болады. Қиынна оң қиын. Мен қиынна қойып бір ойнап көрейін. Толық Сеганың ойыны сіздің смартфоныңызда тұр. Ең қиын Старт бассаңыздар тез. Кетті, бірінші ойын басталды. Flawless victory болу. Көрсеттім, енді осылай орнатсаңыздар, сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Және осы видеоны басқа адамдар да көріп, орнатып, ойнап жүрсін. Барлығына сәлем, рахмет.